Бәріңе сәлем. Бүгін Майнкрафттан екінші видео. Сіздердің рұқсатыңызсыз бірінші мен темір қайда тауып істеп қойдым. Ренжімесеңіздер, басынан қазір істеп көрсетем. Ойнағым өзім құмарланып кеттім да ойнап, сосын мынандай соғып қойдым. Бұны да басынан көрсетем сіздерге қайсы қайтып істеуді. Мен қазір бәрін қарап шығайын. Судың астында не жоқ, не бар екен. Көмір бар сияқты, О, темір, көрдіңіздер ма, темір. Осын тез алып алайық. Мына жерде де темір бар екен. Негізі судың астында көп нәрселер болады, оны өздеріңіз байқасаңыздар. Судың астына қарасаңыздар көп нәрсе жатады. Соны алып өздеріңізге, міне тағы темір, көрдіңіздер ма? Сосын судың астында көп қараңыздар да сол кезде. Тағы темір. Барып алып шығайын. Мына жерде біреу басында қасып кеткен сияқты, шақты бар ау деймін астында. Жерде темір жоқ па тағы? Мына суды көріп қайтайыншы, мына жерде темір бар ма екен? О, бұл жерде де темір. Темір. Ең керек нәрсе темір ғой бізге. Темірді көріп қайтайық. Ол темір жоқ ау деймін, басқа қазір. Жоқ екен. Судың астында да үңгірлер бар шығар, соны көріп шығайық қазір. Бар болса кіріп, жоқ болса басқа үңгірлерді көріп қайтайық. Немене, құм екен ғой. Жоқ, мынау глина деп аталады. Бұл глинадан неше түрлі зат жасай аласың. Кірпіш жасауыңа болады. Қазір алып алайын. Кейін ала берем, барып үңгірлер көріп қайтайыншы мен сіздерге арнап. Үңгір жоқ екен. Мына жерде глиналар көп екен, Қазір темір күрекпен алып қайтам ау деймін. Сіздердің алдарыңызда темір күрек бәрін жасап қойып, кешірсеңіздер. Қылышты, балтаны жасауды білсеңіздер, темірмен де солай жасауға болады. Мына жерде үңгір бар сияқты. Кіреміз ба? Кіріп қайтайықшы. Ема, шахта емес ба? Шахта сияқты ғой ма? Соған ұқсайды шахтаға. Мына жақта да бар екен, көріп қайтайықшы. О, көмір, мына жерде негізі шахта болған ау деймін. Көмірі бәрі факелдерді қойып кетіпті. Көмірлерді алайын. Бұл маған ағашқа жасауға көмектеседі. Ағашқа деген жаңа факел деген сөз ғой. Қазақшасы да. Көмірді алып ала салайын, керек болып қалады. Болды, осы жетеді. Кеттік, болдан шығайық. Міне, зомбилар күнге шықса жанып кетеді да, сол үшін бұлар көлеңкені іздейді, суды іздейді. Ал түнде суға кіргілер келмейді. Барып тамақ алып келеміз ау деймін. Өткен қарным ашып баратыр, бірақ қоя берші, 10 тамағымыз бар ғой. Барып қылышымды алып алайын. Темір қылышымды.
темір қылышты мына қазір темірді қайтып алуды көрсетемін. Темір қылыш жасау үшін мына тақтайды аласың, таяқты аласың да мына жерге қоясың да мына жерге сөйтіп мына жерге екі темір қоя саласың осы үстіне. Сол кезде қылыш шығады, осыны аласың. Қайлан жасау үшін де кәдімгі қайлан жасаймыз, бірақ тастардың, ағаштардың орнына темірімізді қоямыз. Сол кезде қайла, балта солар шығады. Кешіріңіздер, енді сізден бұрын ойнап қойма, просто құмарланып кеттім да Майнкрафтқа. Ойнағым келіп кетті да. Барып үңгірлер көріп қайтайықшы. Жан жақта үңгірлер бар ма екен, жоқ па екен? Судың үстінде бар ма екен? Жоқ сияқты. О, темір тауып алдық. Дәл астында темір тұр. Дәл астында темір жатыр екен. Оны байқамаппын. Мына жерде көмір бар. Көмірлерді де ала салайын, қазір керек болып қалады. Мынаны жаба салайын. Керек емес. Барып үңгір іздеп қайтайын енді. Қарным ашып қалды. О. Ештеңе жоқ ау дейме. Шыға салайық. О, мына үңгір аны. Қазір соны кіріп қайтамыз. Мына жерде ештеңе жоқ па, біліп қайтайын. Ояқта үңгірлер ештеңе жоқ ау дейме, өйткені сыртына қарағанда дәу жерлерде ештеңе жоқ болады. Мына үңгірге кіріп шығайық. Мынаның аузын бітей салайық, өйткені су қазір бізге керек емес. О, темір, көрдіңіздер ма, темір. Осыны алып алайын. Мына жер темірге бай екен, Мынаны да жаба салам ау деймін, өйткені маған мешать етеді да қазір. Кетіргі жасайды да. Жер қараңғы кетті ау дейме сіздерге. Мен мына жерде жаңа садақшыны көрген сияқты едім. Көмір алмай қойшы, жетеді сол көмір. Мына жерде де тағы бір су бар екен, бұны да жаба салайын. Әні көріңіздер ма? Қылша болайын. Өлтір, аны. Өлтіріп сан. Мына жерде дым жоқ сияқты. Шыға салайық. Батып кетті ма не уже? Күн ясына батайын деп жатыр екен ғой. Мына үңгірге кіріп шығайық, не бар екен? Қараңғы кетті ау, Бұяқта да дым жоқ. Үйіме барайын.
барып ұйықтап қайтпасам, түн батып баратыр, қазір зомбилар шығады. Оны моб деп атайды басқаша. Өзім айтып кеткенде, бірақ мен өзім оны зомби деп атай берем. Азанда не жасаймыз ау деймін осы. Шахта жасаймыз ау деймін, төменге қарай. Алмаз табу керек болып отыр бізге. Мынауын жасай салайын. Өздеріңіз көргендей 19 темір алдық. Одан қайшы шелек жасау болады, оны қазір қалай жасауды көрсетемін. Шелекті бұлай жасайды, міне 3 жерден қойды. Осы шелекті аласыз, болды. Қайшыны міне осылай жасайды. Қайшыны аласыз, бұл қайшымен не істеуге болады? Қайшымен қойды өлтірмей-ақ жүнін алуға болады. Енді қазір бізге не керек? Бізге енді лестница керек. Лестница дегенде теппешек та. Мен мынаны бүйтіп бөліп атырмын. Кейбіреулері білмейді, осы алмазды қайтып табу керек екен. Алмазды табу үшін жердің түбіне бару керек та. Сол кезде көп алмаз табады. Вот, осы 47 лестница жетеді ау деймін. Мен шахтаға үңгірлерге барып, астынан шахта құрайын. 56 жетеді маған. Осы жердің түбінен жасай берейік шахтаны, өйткені бұл жер тереңірақ екен. Жерге қараңғы болмашысын қоя салайын. Лестницаны есіп жасаймыз, тепешек есіп жасаймыз деп қойып шығамыз, болды. Мына жер қараңғы болып кетті. Қойайын. Өздеріңіз көріңіздер, жердің астынан лаваға түстік, амал жоқ, не бар еді? Алтынымыз бар, Құдайға шүкір. Бірақ лестницамыз кетті, ағашымыз кетті. Жүрегім дүрс ете қалды түскенімізде. Тағы не бар еді? Ағаш бар, ағаш жоқ, ағаш алып келеміз барып. Бекер қаздым, қазбай қойым керек еді. Балта жасап алайықшы бірінші. Балта, сосын қайла жасаймыз. Керек нәрсенің бәрін жасап аламыз. Жүрегім ұшып кетті, жаңа түскен кезде әлі дүрсілдеп отыр. Көріп отырсыздар, мұншат қарап отырыңыздар, қалай жасатқанымды.
Қылыш жасап алайық. Болды. Енді мынаның бәрін сақтап кетейін. Қазір маған керек. Ай. Көмірім де кетті деген ғой, барып көмір алу керек енді. Тамағым да кетіп қалды. Ағашқа да кетіп қалды факелім. Мына жерде үңгірлерде көмір бар шығар, көріп қайтайыншы. Мыналардың бәрін кім қойып кеткен, ағашқаның бәрін? Міне көмір. Жақсы болды. Тезірек алып алайық. Мына жерде басқа көмір жоқ екен, іздейін десем. Енді басқа үңгірлерге барып қайтайық. Мыналарды өлтірмей қояйын мұны әзірше. Өлтіре салайыншы, тамақ қазір керек болады. 3 ет түсті. О, көмір тауып алдым. Болды. Барып енді етімді пісіріп, барып көп ағаш алып, тағы текпешек құрап, тағы ана жерге түсейік. Бірақ айналып түсетін боламыз, өйткені ана жерге қайттан түсуге қорқып тұрмын. Тағы да өліп қаламыз ол кезде. Мына жерде көмір бар екен ғой. Енді ағаш алып келейік, барып балтамды алып. Не қысқым еді. Тағы бір үңгір тауып алған сияқтымын. Бірақ оны кейін не қыламыз, бірінші ағаш алып алайық. Болды, осы жетеді. Үйіме барып тамақ жеп тез жүгіретін болайын. Өйткені қарның ашқан сайын жай жүгіріп қаласың.
мына талды отырғызып кетейік. Ал кеттік. Жаңа жерге қайттан аттанайық. Қарным аш. Қырық сегіз жетеді ау дейме. Енді мына жерге бәрін тығып кетейін. Тамақ тұра берсін. Ұйықтап алайын. Азында бірақ аттанам. Болды, осымен тоқтатам ау деймін. Келесі видеода сол жерге барамыз. Бәріңізге сау болыңдар. Жазылыңдар. Келесі видеоны күтіңдер. Бәріңе сау бол.